Бұл ханада Игорь Савицкийдің өмірі һәм дөретушілігі хақында тоқталып өтеміз. Игорь Витальевич Савицкий музейдің текарын салушысы, музейіміздің бірінші директоры һәм зерттеуші, художник болып есептелінеді. Игорь Витальевич Савицкий 1915 жылы 4 августта Киев қаласында юристлер шаңырағында туылған. 1920 жыллары кейіншелік шаңырағы менен Москва қаласына көшіп өтеді, ол жерде оқып тәлім алады. Жаслығынан ол суретшілікке, сурет салуға қызыққан. Һәм сол жерде Москва қаласында ол көплеген художниклардан жеке сабақлар алады. Игорь Савицкий 1930 жыллары полиграфия институтында оқыған болса, кейін көркем өнер жоғарғы оқу орындарында тәлім алады. 1940 жыллары, сол ұрыстан алдыңғы жыллары, ол Москвадағы Суриков атындағы мемлекеттік көркем өнер институтында көплеген белгілі художниклар, яғни Роберт Фальк, Николай Улянов һәм Константин Истомин кебі жоғары танықлы художниклардан тәлім алады. Кейін Игорь Савицкий екінші жаһан ұрысында Суриков институты менен студентлер менен біргелікте ол Самарқанд қаласына эвакуация болады. Һәм сол эвакуация дауамында ол Орта Азия менен оның бірінші танысуы болған. Сол кейінгі оның өміріне де үлкен тәсір көрсеткен. Екінші мәрте ол 1950 жыллары Хорезм археология һәм этнографик экспедицияда художник сипатында Қарақалпақстанға келеді. Һәм кейіншелік сол жердің инсанларын, табиатын жақсы көріп қалады, бұл маканды сүйіп қалады һәм сол жерде қалуға қарар етеді. Ілімдер академиясы этнография бөлімінде іс алып барады, жұмыс алып барады һәм Қарақалпақ халқының қол өнеріне тиесілі болған бұйымлардың жоғалып бара тұрғандығын сезіп, ол сол бұйымларды жиып барады. Һәм коллекциясы көбейгеннен кейін 1966 жылы бұл музейдің текарын салады. Музей коллекциясында қазірде 100 мыңнан артық экспонат болса, соның 80 мыңға жақын Игорь Савицкий өзі 18 жыл давамында жинап барған. Һәм бұл жерде міне витриналарда оның өзінің бұйымлары һәм де құжетлері менен танысып өтсек болады. Мінеки ол өзі текарында мәселен Қарақалпақ тілінде үйреніп барған, һәм неде көріп тұрғаныңыздай өзінің пайдаланған. Кішкене ғана сөздік дәптершесін жаратқан, не көріп тұрғаныңыздай. Һәм де ол сол жүдә қызыққандығын айтып өттім. Өзінің кәсібі художник болған, һәм де сол көріп тұрғаныңыздай Игорь Савицкийдің суретлер салынған дәптершесін көрсеңіз болады, эскизлар. Бұл жерлерде мінеки әскери билетлері көрсетіп берілген, пайдаланған айтып өткен сол мінеки қол сағаты да көрсетілген бұл жерде, һәм паспорт қалған бұйымларынан көрсеңіз болады. Игорь Савицкий 1974 жылы сол Бердақ атындағы сыйлықтың лауреаты болған. Игорь Савицкийдің дөретушілігі хақында тоқталып өтеміз. Игорь Савицкийдің жұмыслары берілген. Бұл жерде Игорь Савицкийдің өзінің 700-ге жақын жұмысы болған. Оның 350 музей коллекциясында болса, қалғанлары Москва музейлері жеке коллекцияларда сақланып келмекте. Игорь Савицкийдің Орта Азия һәм Москва периодларына бөлінеді. Оның дөретушілігі мәселен не көбінесе оның сол Орта Азия периодына тиесілі болған жұмыслары. Мәселен айтып өтетін болсақ, бұл жерде пақта тазалау жұмысын көретін болсақ, яғни бұл жұмысы 1950 жылы әмелге асырылған. Ол текарынан сол Қарақалпақстанның бай табиатын, кеңістіктерін, далаларын суретлеуге харекет қылған. Және де пейзаж жұмысларына тоқталып өтетін болсақ, бұл жерде қой қырылған қаладағы түслік пайты жұмысы, бұл 1956 жылы ісленген жұмысы. Бұл жерде де сол Қарақалпақстанның табиаты, яғни сол кеңістік даласын суретлеп берген. Бұл жақларда мінеки милилігімізді суретлейтұғын, яғни сол бұл жұмысы үй жайда деп айтылады, 1958 жылдарға тиесілі жұмысы. Бұл жерде сол қара үйімізді суретлеген, һәм оның қасында мінеки милелемізді, миле киімлерімізді суретлеуге харекет қылған. Ол текарынан сол импрессионизм стилерінде көплеген жұмыслар істелеген. Бұл жақларда міне оның сол Москва периодына тиесілі болған, яғни 1950 жылларға шекемгі болған жұмысларын айтып өтетін болсақ, натюрморт, яғни мінеки Москва периодына тиесілі болған жұмысын көріп шығамыз. Гүллер менен натюрморт деп айтылады.
Игорь Савицкий негізінде сол Москва периодындағы жұмыстарында декарынан академизм һәм басқа стильдерден кең пайдаланған. Игорь Савицкий 1984 жылы Москва қаласында сол дүниядан өтеді, бірақ өзінің қалеуіменен Қарақалпақстанға жерленген бұл есептелінеді.